Кәсіп Қазақмыс салалық кәсіподақ Қазақмыс корпорациясының жастар одағымен бірге Қарағандылық өндірістік бөлігі кәсіпорындары арасында спорт мерекесін өткізді. Жергілікті спартакиада шеңберінде спорттың 4 түрі бойынша жарыстар өтті. Мини-футбол, шахмат, үстел теннисі және волейбол. Бұл спорттық жарыстар бұл жерде жыл сайын жүргізіледі. По итогам этих мероприятий Бұл іс-шаралар нәтижесі бойынша бізде жыл сайын әр өндірістік алаңның өз командасы жасақталады. Әртүрлі спорт түрлерінің жеңімпаздары өз командасы негізінде бір ортақ команда құралады. Кейін шахтерлер күні немесе байытушылар мен металлургтер күніндегі сайыстарға осы командамен қатысу мүмкіндігіне ие болады. Яғни корпорация спартакиадасына қатыса алады. Жарыс нәтижесінде бірінші орындарды келесі командалар иеленді. Қарағанды құйма зауытының командасы үстел теннис мен волейбол бойынша ең үздік болды. Шахматтан жеңіске Нұра теміржол кешенінің жасағы жетті. Мини-футбол ойындарының жүлдесін Қазақмыс корпорациясының сервистік өндірістік кешенінің құрама командасы иеленді. Ойындарға барлығы 19 құрама команда қатысты. Спортивные достижения всегда сплачивают и объединяют. Спорттық жетістіктер қызметкерлерді біріктіреді. Әрине, біздің кәсіп Қазақмыс кәсіподақ комитетіне алғысымызды білдіргіміз келеді. Бізге осындай ірі спартакиада ұйымдастырып отырғанына. Сонымен қатар біздің жоғары басшылыққа алғыс білдіреміз. Бізді осындай іс-шараларға қатысу үшін уақыт бөліп отырғандар үшін. Бүгінгі қатысушыларға да үлкен алғысымызды айтамын. Қалауы бойынша спартакиадаға қарағандылық бөлігі қызметкерлердің барлығы қатысуына мүмкіндіктері болды.